Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді картошкадан пицца жасайтын боламыз. Ол үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мінекей 3 картошкамызды жақсылап теркадан өткізіп аламыз. Әбетке таңғы асқа жасап берсеңіздер болады. Балалар өте жақсы көреді. Мінекей майдалап барлығын үшеуінде теркадан өткізіп аламыз. Өте оңай, әрі жылдам жасалады. Дәмі дәл пиццаның дәміне ұқсайды. Мінекей осылай болып шығады. Енді мұздай салқын суымызды құйып, крахмалын кетіріп аламыз. Крахмал кетті. Енді сүзіп алып, басқа ыдысымызға салатын боламыз. Осылай сковородкаға салып, шетінен пісіріп алатын боламыз. 3 жұмыртқамызды жарып, укроп, петрушка болса араластырып, тұз қосып, дәмдеуіштерін қосып, сковородкаға араластырып пісіріп алатын боламыз. Астына май жағып, шетінен салып, ас болсын, дайын болды. Мінекей сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.